Сәлеметсіздер ме, көрермен, сіздермен бірге сөз түзер айдары. Көбісі бұл мәселеге бей-жай қарайды. Осы сөйлемдегі көбісі деген сөз бұл контексте қате, себебі ол жалғаулы қайталауға жол береді. Мұны нақты түсіну үшін сөздің құрылымы мен дұрыс қолданылуын талдап көрейік. Көп деген сөздің тәуелдік жалғауы үшінші жағының қосымшасы арқылы жасалған түрі. Табиғи әрі дұрыс қолданылатын нұсқа. Бұл сөз көпшілікті білдіргенде жеткілікті. Оған тағы да қабаттастыра тәуелдік жалғауын қосып жүрміз. Көбісі формасы грамматикалық тұрғыдан кейде түсінікті болғанымен, стильдік тұрғыда дұрыс емес және тіліміздің ықшамдық және табиғилық принципіне қайшы. Тіл тазалығын сақтау үшін көбісі деген артық қосымшадан аулақ болған жөн. Онда дұрысы, көбі бұл мәселеге бей-жай қарайды. Тіліміздің тазалығын сақтайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.